Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге KFC-дегідей тауық қанаттарын дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Ең бірінші тауық қанаттарын дайындап аламыз. Бұны видеода көрсетілгендей кесіп аламыз. Яғни бөлікке бөлеміз. Міне біз барлығын бөліп дайындап алдық. Енді бөлек ыдысқа қызыл бұрыш, тауыққа арналған приправа, паприка, қара бұрыш, тұз және чеснок қосамыз. 1 стакан суымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын қаншадан қосу керектігін описанияға қалдыратын боламын. Араластырып болғаннан кейін тағы 2 стакан су қосамыз. Міне дайын болды. Енді бағанағы тауық қанаттарын салып аламыз. Салып алғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін бетіні жауып 2 сағатқа мариновкаға қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа 3 стакан ұнымызды салып аламыз. Содан кейін тауыққа арналған приправаны қосамыз. Паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш және барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздер аштыны жақсы көретін болсаңыздар, қызыл бұрышты көбірек қоса беріңіздер. Енді тұзымызды дәміне қарай қосып алып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін дайын болған ұнымызды 2-ге бөлеміз. Міне бөліп алдық. Енді жарты ұнымызға 1 жұмыртқа қосамыз. Және 1 стакан суымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни бізде суық тесто дайын болуы керек. Міне дайын болды. Енді майымызды қыздырып аламыз. Міне біздің тауықтарымыз дайын болды. Енді оны бағанағы сұйық тестоға салып, содан кейін ұнымызға малып қуыратын боламыз. Тауығымыз 10-15 минут қуырылады, яғни сырты сарғайғаннан кейін ала беруге болады. Және өте қытырлақ болып шығады. Міне осындай болып сарғайып шықты. Барлығын осылай қуырамыз. Міне біздің тауықтарымыз осылайынан дайын болып шықты. Бұл өте жұмсақ және де қытырлақ болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.